Дұрыс, Қуаныш мырза, сөзіңіз орынды. Ол үйтіп ешкімге масыл болудың керегі жоқ. Бизнеске келген адам бизнесті өз үшін жасау керек. Шамамыз келгенше артымыздағыларға үйретіп жатырмыз. Ол біреуге мен үшін сен істей сал деген өте дұрыс емес нәрсе. Ол бизнес, ол адамдікі емес ол. Істеп бергенде де Алла тағала көріп тұр ғой. Ол бизнес ол адамдікі болмайды да. Ол бизнестің кімнің еңбегі сіңіп жатыр, бизнес соныкі болады. Сол үшін Алла істеп жатқан тірлігімізге береке берсін. Оны үйтіп біреуге масыл болып, сен маған істей сал, мен ертең ақшалай салайын деген ол өте дұрыс емес нәрсе. Шамамыз келгенше, енді жасымыз 60-тан асса да біраз көргеніміз бар, түйгеніміз бар. Әйтеуір шама келгенше командамызды өзіміз шашыратпай ұстап отыруға әрекет жасап отырмыз. Аллаға шүкір. Отыр. Команданың алдында сыйымыз бар, құрметіміз бар. Сол үшін сол абыройдан айырылмайық, Аллаға шүкір.